Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан жасалатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм бауыр қажет болады. Ең алдымен бауырдың сыртындағы пленкаларын барлығын алып тастап, оны бөліктерге бөліп аламыз. Қайнап тұрған суда бауырларымызды 15 минут пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан соң салқын суға шайып аламыз. Піскен бауырларымызды видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп турап аламыз. Үстінен 5 грамм уксусты құйып, жақсылап араластырып 5-10 минутқа қойып аламыз. Сонан соң 10 грамм тұз, 10 грамм қант, бір дана пиязымызды турап саламыз және 15 грамм сарымсағымызды үкіштен өткіземіз. Қызып тұрған тапамызға 120 грамм сұйық майымызды құйып, оған 3 шай қасық паприка, 1 шай қасық қызыл бұрыш, жарты шай қасық кориандрды салып, барлығын жақсылап араластырып, баяу отта қыздырып аламыз. Дайын болған тұздығымызды салатымыздың үстінен құямыз. Оның үстінен жарты шай қасық кристаллик тұзын, 2 шай қасық күнжіт майын, 2 шай қасық соя тұздығын толтырмай құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымыздың үстінен укроп пен кинзаны қолымызбен бөліп саламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.